Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді болып шығатын айстидің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұның дәмі дәл ресторандағыдай айстиге ұқсайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге осындай тарелка керек. Содан кейін 2 шай қасық кофе қолдандым. Бұл жерде мен Якобс кофесін пайдаландым. 2 шай қасық қант, сосын 3 немесе 4 шай қасық салқын су қосып, осындай сеткамен жақсылап араластырамыз. 2 есе үлкейгенше ыдысымызға мұз саламыз және жаңағы көпірген кофемізді құйып, салқын сүт құямыз. Араластырып іше беруге болады. Дәмі деген өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жасап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.